Отан қорғаушылар күні және жеңістің 75 жылдық құрметіне төтеншеліктер ерекше тарту жасады. Өрт сөндіру көлігімен 75 санын құрап сап түседі. Тілсіз жаумен бетпе-бет келіп жүрген бейбіт күннің батырлары қарт майдангерлерге алғысын осылайша жеткізуді жөн көріпті. Қайталана бермейтін көрініс. Бұл шараға тыңғылықты дайындалғандардың бірі Мағжан Қарасай. Ол өрт сөндіруші, тілсіз жаумен бетпе-бет келіп, оттың арасында жүрген өжет жігіт. Дәл оның жасында атасы Есенаман Жамаладинов екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Қазақ жауынгері Майдан даласында ерлікпен қаза тапқан. Мен атамның, яғни батырдың ұрпағы болғанымды мақтан тұтамын. Қазіргі таңда азаматтық қорғау саласы бойынша қызмет етемін. Қызмет еткен 2 жылымда көптеген өрттерге қатыстым. Соның арқасында көптеген адамдарға өмір сыйлауына себепші болдық. Осы салада қызмет атқарып жатқаныма мақтан тұтамын. Өрт сөндіру жүректілердің мамандығы. Облыс бойынша бұл салада 708 адам еңбек етеді. Оның 122-сі офицер. Жыл басынан бері осы мамандармен 174 рет кенеттен шыққан өрт ауыздықталған. Сондықтан олар тілсіз жаумен арпалысудың, оқ пен оттан тайсалмаудың қаншалықты қиын екенін жан тәнімен түсінеді. Әуеде ұшқыш, жерде танкист, окопта әскер, блиндажда байланысшы және тылда еңбеккер бәрі де ол жеңіс үшін қара ниет фашист оғына өз кеудесін тосты. Сол соғыста Майданның алдыңғы шебінде жүріп, басынан өткергендерде, солардың тілеуін тілеп, тылдағы бар ауыртпалықты иығымен көтерген ардагерлерде, ата-анасынан айырылып, жетімдік тауқыметін тартып өскендерде бүгінгі күні арамызда жүр. Сондықтан да бүгінгі жеңіс күнінің қадірі бәріміз үшін тым қымбат. Туған елдің тәуелсіздігі мен бостандық үшін жанын қиған боздақтарымыз мәңгі есте сақтаймыз. Өрт сөндірушілердің тартуы мұнымен толастамайды. Ерліктің үлгісін көрсеткен бабалар құрметіне бүгінгінің батырлары жыр шумақтарын арнады. Жауларының жайотынан оғалды да қорғап қалды отанды. Сарбаздарын жеңіс күнге жеткізіп, халқының қаһарманы атанды. Бауыржан деп самал желде осы күн, қас батырдың қайталайды есімін. Бауыржан деп балаларға ат қойып, аналар да тербетеді бесігін. Астанада аял аспан астында, ой көтерді кереметтей тас тұлға. Әңгі тірі Бауыржанға айналды, мақтаны боп, кәрініңде жастыңда. Қатар қойып шындығына нансаңыз, ол бүгінгі қобыланды алпамыз, жүрегіне жалын құйған жастардың Бауыржанға бас иеміз баршамыз. Мөлдір Құлмырзаева, Тәжімұрат Әлжанов, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.